мынау ірімшік, творог. Ешкім жеген жоқ, жүті әдемет. Енді бұны не істеймін? Іске асырамын. Тамақ жасаймын. Ол үшін тәтті болу үшін қант қосам. Жетеді осы. Қаймақ қосам. Тағы да қосайық. Араластырамыз. Тағы да бір қасық қаймақ қостым. Күшті. Енді мынау слоеное тесто, покупное. Осыны қазір бүйтіп кесем. Мінекей мынадай кесіп шықтым, міне слоеное тесто. Осыны жаям. Мінекей жұп-жұқа етіп жайдым. Неге? Өйткені қамырым аз, ал творог көп. Ішіне осыны молынан саламын. Молынан салайын дейді. Осының бәрін қолдану керек болып тұрды маған. Неке бұлай үшбұрышты етіп формаға келтірдім. Түйу оңай болу үшін. Енді осыны түйем қазір, жыртылып кетпесе. Қараңыздар, ірімшігім көп қой, енді қараңыздар, мен қалай түйіп жатырмын. Тек үш жағын ғана түйе саламын. Ватрушки ма? Сол сияқты болады сонда. Қараңыздаршы. Осылай пісіре қоям духовкада. Қараңыздар, бәрі де тура жетті, өтірікші емес екенмін. Мінекей. Керемете. Мынау сарыуыз, жылток, жұмыртқаның сарысы, сарыуызы. Осыны, өйткені менде газ пеш, көбіне қызармайды беті. Ыстық астынан ғана беріледі ғой, сондықтан қызармайды беті. Піскенімен беті қызармайды. Қызару үшін осылай жұмыртқа жағуымыз керек. Духовкадан уақытында алуды ұмытып кетіппін. Кішкене көп ұстап қойдым. Соның өзінде күймеген жарықтықтар. Өте дәмді. Жартысын өзім жеп алдым шаймен. Балам бұндай жемейді. Шамалы қалды. Өте дәмді болып шықты.